Барлығына салам достар, сендермен мен Духа. Достар, тақырыптан көріп тұрғандарындай бүгінгі видеода ютуберлікке жолдың 7-ші сериясы. Бүгінгі видео өте қызықты болды. Бүгінгі видеода, семьяға автопарк жасайтын боламыз. Және де әдемі Camry, ASX деген сияқты әдемі бір TSX, то есть сондай көліктер алатын боламыз. Алдыңғы видеоны жалғастырсақ, i34-ті осы Мади деген бала сатып алған болатын. И сол көлікті маған подарить етіп жатыр. Мади, бүгінгі видеоны көріп тұрсаң, от души, кәдімгідей бүкіл от душимды айтамын саған, себебін айтқанда бұл көлікті берді ғой маған. Достар, міне басталдық. Мында i34-ті қазір өзіміздің көк цветімізға қоятын боламыз. Достар, бұйырса Фаманың цветін, Muslim Empire дегенде, Muslim деген сөзі, көк цветке ма бір нәрсеге ауыстырам. Енді мынау i34-тің что-то дискісі көк болып кетті ма, қазір дискісін цветін ауыстырайық. Кузов, цвет дисков так қараға ауыстырамыз. 16.000 рубль минус кетті. Бізде бұлай богатеть тұрады, бірақ басқалай кірген кезде, релогет деген кезде бәрі нормально тұрады. Парк деген кнопканы басып, семьяның алдында қоямыз да, сосын парковать еткесін Фамаға қосамыз. Достар, көріп тұрғандарындай біз осы кабанды алғалы жатырмыз. Міне уже алып қойдық. 1.250.000 рубль бізде уже минус. Енді менің балигім қалай кетпей жатыр десеңдер, алдыңғы видеода помните, маған Нұрас Мажорка деген бала 1,5 миллион берген болатын. Сол бала маған көмектесті. Все, достар, осы көлікті алдық. Енді қазір осы көлікті барам, еще мен сөйлесіп келе жатырмын. Дос баламмен, сосын қазір осы көлікті аламын да парковать етемін. Міне достар, жанасыл қазақ деген баладан осы TSX-ті алдық. Кәдімде бар ғой, полный албағаннан кейін жыладың ғой деп ше, кәдімгі прикол ұстадық қой. Енді отырамыз да, қазір осы көлікті тоже цветін ауыстырамыз. Құр жүрмей осы Camry 55-ті тауып алдым. Мынаның подвескасы кәдімде түсіп кетіпті. Қазір осы көлікті аламыз, содан кейін цветін ауыстыратын боламыз, достар. Достар, бұл менің қазіргі полный автопарк алып алған ақшам. Қалған видеолар, автопарк алған видеоларын что-то жоғалып кетіпті. Қазір, достар, мен сол үшін охотник жұмысын жасап жатырмын. Қазір охотник жұмысын жасаймын, бірақ мен осы жерден қазір тезірек скорость қоя салатын боламын, достар. Достар, көріп тұрғандар уже 6-шы уровень болғанбыз ғой.
Ал достар, охотник жұмысын және де видеода бүгінгі видео өз мәресіне келіп жетті. Бүгінгі видеоны соңына дейін қарағандарына көп рахмет. Ал ендеше сау саламат болыңыздар. Пока-пока. Чао.